Абай Құнанбаевтың қара сөзі. Бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қошылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз, соны таба алмай өзімде қайранмын деген. Бұл Абайдың қара сөзінде көп мағына жатыр. Негізі білген адамға. Келесі видеоны күтсеңіздер, маған подписка жасаңыздар, лайк басып, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.